Идеальная манная каша, как в садике. Запомни эти пропорции. Получится вкусно и без комочков. В кастрюлю влей 1 стакан воды, 2 стакана молока и поставь на максимальный огонь. Отмерь 6 столовых ложек манки. Как молоко закипит, перемешивая, постепенно всыпай манку. Вари на маленьком огне 3 минуты. В конце добавь соль и сахар по вкусу. Перемешай и подавай со сливочным маслом. Хоть и просто, но как же это вкусно. Как будто побывал в садике. Сохраняй рецепт. Мампар тағамының ең дәмді дайындалу жолы. Видеодағыдай оңай дайындап көр. Алдымен қатты отта майға етті жақсылап қуар. Пияздың сарыды қосып 3-4 минуттай қуар. Тәтті бұрыш, қызанақ немесе қызанақ шырынын, ащы бұрыш, қара бұрыш және тұзды қосып араластыр. Ыстық су құйып, картопты сал да, қақпағын жауып, жай отта жарты сағат пісір. Қамыр үшін су, жұмыртқа, тұзды араластыр да, ұнға қосып, қаттылау қамыр иле 15 минутқа қойып қой. Оқтаумен жұқа қылып жай да, видеодағыдай 4 бұрыштарға кес. Сорпаға қамыр мен сарымсақты салып 5 минуттай пісір. Иісін ай. Ең соңында кинзаны сал. Мампар дайын. Бұл менің ең сүйікті сорпа тағамдарымның бірі. Идеально.